Хабарымыз жалғасады. Ұлттық бірыңғай тестілеу оқушылар үшін маңызды науқан. Баста емтиханға тек оқушылар ғана емес, олардың ата-аналары да жіті дайындық үстінде. Петропавлдағы нөмірі 1 гимназияда арнайы конференция өтті. Жасөспірімдерді ұлттық бірыңғай тестілеуге дайындау кезіндегі ата-аналарға психологиялық көмек атты жиында тестілеу науқанда кездесетін кедергілер мен тығырықтан шығу жолдары әңгіме өзегіне айналды. Тілшіміз тарқатады. Қазақстандық оқушылар осымен 11 жыл қатарынан ұлттық бірыңғай тесті тапсырып келеді. Осы уақыт ішінде 1,5 миллион оқушы маңызды науқанды бақтарын сынап көрді. Көбі басты емтихан алдында қобалжып, күйзеліске де ұшырап жатады. Бұл ретте ата-ана қолдауының алар орны керек дейді конференцияға қатысушылар. Жиында белгілі болғандай, жастарға қарағанда олардың әке-шешесі тестілеу алдында көп уайымдайтын көрінеді. Самое главное в этой ситуации. Ең бастысы өз бойындағы қобалжуды балаға байқатпау. Өйткені оларда ең маңызды кезеңнен сүрінбей өтсек екен деп армандайды. Ол болашаққа бастар жарқын жол іспеттес. Баламызға сенуіміз қажет. 16 мамырда еліміз бойынша ұлттық бірыңғай тест тақырыбындағы ата-аналар конференциялары жаппай ұйымдастырылды. Мұндай жиынды өткізу бастамасын Нұр Отан партиясы қолға алса, Білім және ғылым министрлігі қолдаған. Басты мақсаты ата-аналарды қажетті ақпаратпен қанықтырып, қиындықтан мүдірмей шығуға жол сілтеу. Взрослые, они воспринимают все это уже с подачи своего опыта. Үлкендердің тәжірибесі мол. Сол себепті олар тестілеудің қаншалықты маңызды екені жете түсінеді. Ал балалар жағдайға терең бойлай бермейді. Әрине түсінуге тырысқанымен болашағын бағамдай алмайды. Сондықтан бұл кезеңде ата-аналар ең алдымен өздерін бақылап, балаларының бойына сенімділік ұялатулары тиіс. Ұлттық бірыңғай тестілеудің басты мұраты мектеп емтихандары мен жоғарғы оқу орнына түсер алдындағы сынақты біріктіру. Бұл балалар үшін де ыңғайлы дейді мамандар. Алайда ата-аналар, ұстаздар мен оқушылардың сөзіне қарағанда, тестілеу тапсыру науқаны дәстүрлі емтиханмен салыстырғанда күрделірек көрінеді. Петропавлда маңызды науқан маусымның 2 мен 4 аралығында өтпек. Гауһар Мхатаева, Дарья Дмитриенко, Александр Шереметьев, ақпарат.